Барлықтарына сәлем. Жалпы мынау видеоны екі бөлікке бөлсек болады. Бастапқы 30 минутта мен тақырыпты түсіндіретін боламын. Одан кейін тақырыпты жалпыны түсіндіріп кеткеннен кейін экзамендегі ең маңызды препараттарды түсіндіретін боламын. Одан кейін келесі 17 минуты олар жалпыны осы бүкіл тақырыпқа жататын препараттардың қалғандарын түсіндіретін боламын. Одан кейін осы мына видеода қолданылған конспектіні мен Telegram каналға жүктейтін боламын. Егер де конспекті керек болса, тегін алып кете аласыздар. Қазір біз фарманың бірінші аптасынан бастайтын боламыз. Ең бірінші тақырып ол бізде қан жасауға әсер ететін дәрілік заттар. Соның ішіндегі именно эритропоэзға әсер ететіндерді қарастырамыз. Одан кейін тромбтың түзілуіне әсер ететін заттарға қарайтын боламыз. Енді ең бірінші бізде жалпы эритропоэзге әсер ететін заттарды біз эритропоэзді ынталандыратындар, одан кейін тежейтіндер деп екіге бөлетін боламыз. Одан кейін жалпы бізде егер де эритропоэзіміз жаңағы жеткіліксіз болатын болса, онда бізде анемияның ең негізгі түрі ол біріншісі гипохромды анемия бар, одан кейін гиперхромды анемия бар. Енді бізге именно көбінесе гипохромды анемияға көбірек внимание бөлетін боламыз. Бұның себебі бізде осы жақтағы екі препарат ол сессияға кіретін препараттар. Біріншісі ол бізде әрине шала тотыққан темір сульфаты, одан кейін келесі ол феррум лек. Қазір давайте осы екі препаратты біз талдап алайық. Жалпы бізде препараттың аты ол темір сульфаты. Бұл темір сульфатын тобы эритропоэзді ынталандыратындар, соның ішіндегі именно гипохромды анемияда қолданылатын препараттар ішіне кіреді. Енді бұны біз қалай табамыз? Жалпы бізде социялық есепті берген кезде бұл жақта бізде беру мүмкін гипохромды анемия болып жатыр, препаратты тағайында деген сияқты. Бірақтан бізде тағы да феррум лек деген препарат бар. Бұлда да бізде гипохромды анемияда беріледі. Енді біз қазір феррум лек пен темір сульфатын бір-бірінен ажырата алуымыз керек. Негізінен, егер де мен дәрігер болатын болсам, онда мен феррум лекті беретін едім. Себебі феррум лектің бір жақсы жері, бұл жақта бізде ол предозировкасы болмайды. Яғни, былай айтқанда, қанда как-то гипер жаңағы темірлердің көбейіп кетуі болмайды. Бұның себебі жаңағы аш ішек бұны сіңіретін кезде оны қатаң түрде қадағалап отырады. Егер де жаңағы тым көп сынып бара жатса, онда жаңағы тоқшекпен, яғни нәжіс арқылы сыртқа қарай шығарып жүре алады. Одан кейін феррум лектің тағы да қандай жақсы жерлері бар. Оны біз парентеральды түрде де бере аламыз. Одан кейін энтеральды түрде де бере аламыз. Одан кейін бұл жақта бізде феррум лек екінші тапсырмада келуі мүмкін, яғни рецепті жаз деген кезде, яғни егер де рецепті жаз, одан кейін гипохромды анемия болып жатыр десе, онда біз автоматты түрде феррум лекті жазатын боламыз. Себебі темір сульфатында бізде рецептте жаңағы тізімде бермеген. Одан кейін темір сульфатының бір жаман жеті, бұл жақта бізде жаңағы запорларға алып келетін болады. Іш қатуларға алып келеді бұл айтқанда. Бірақтан темір сульфатының бір тағы да пайдасы бар. Темір сульфаты бұл жақта биожетімділігі өте жоғары. Соның арқасында ол жылдам жаңағы темірдің тапшылығын толтыра алады. Енді давайте бұның жаңағы айттық бір-бірінен разницасын. Көп жағдайларда біз осы феррум лекті жазып жатамыз. Одан кейін егер де жаңағы биожетімділігі жоғары препарат деп жатса, онда біз темір сульфатын жазып беретін боламыз. Одан кейін осы екі препаратты да қолданған кезде бізде витамин С туралы айтатын болады. Себебі көбінесе осы препараттарды тағайындаған кезде біз дополнительно витамин С-ны беретін боламыз. Одан кейін фармакологиялық әсерлерін тоже білуіміз керек. Яғни бізде механизм бар, одан кейін фармакологиялық әсері бар. Фармакологиялық әсерінде біз жаңағы қандай әсерлер көрсетеді, соны қысқаша түрде жазып кетуіміз керек. Ал механизмде соны ашып жазуымыз керек. Именно соны қалай жасайды деген сияқты. Енді фармакологиялық әсері қандағы гемоглобин мен эритрицит деңгейін жоғарлатады. Одан кейін, әрине егерде жаңағы эритрицит пен гемоглобиннің қандағы деңгей жоғарлайтын болса, онда ұлпаларға оттегін жеткізуі де артатын болады. Яғни осы екеуін жазатын боламыз. Дәл осылай да феррум лекке дәл солай жазатын боламыз. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Одан кейін темір сульфатын біз
пациентқа берген кезде темір сульфаты барып оттегімен қайтымды байланысы болады. Одан кейін гемоглобин синтезіне қажетті темір тапшылығын толтыра отырып эритропоэзді ынталандырамыз. Бізде жаңа эритропоэз жүрмей жатқан еді, себебі бізде тупо темір деген субстрат жоқ еді, енді бізде темір пайда болды. Енді осының арқасында бізде эритропоэз артатын болады. Одан кейін маңызды зат. Егер де біз темір сульфатын, одан кейін феррумлекпен бірге шай, кофе, антоциттерді бірге бір мезгілде қолданатын болса, онда біздің темір сульфатымыз жаңағы ішектерде сіңуі мүмкін емес, яғни бесполезно болып қалады. Соны тоже түсіну керек. Одан кейін қарсы көрсетілген гемохроматоз бен гемосидероз, ол екеуінде де бірдей. Одан кейін феррумлектің механизмі темір тапшылығын тез толтырады, эритропоэзді ынталандырады, гемоглобиннің қалпына келуіне ықпал етеді, артық дозалану болмайды. Себебі айттық, феррумлектің бір жақ жері ол жаңағы преддозировка болмайды, артық дозалану болмайды. Себебі 12 елі ішекте сіңдірілуі қатаң түрде қадағаланады. И дәл жаңағыдай. Надеюсь, енді феррумлекпен біз темір сульфатын бір-бірінен ажырата аламыз. Так, енді жоғары қарай көтерілейік. Одан кейін тағы да там гиперхромды анемия бар. Бұл жақта жаңағы ДНК-ның жеткіліксіздігі болады, соған байланысты цинкобаламин, фолк қышқылы дегендерді беретін боламыз. Бірақтан бұлар бізде сессияда жоқ. Енді давайте тромбтың түзілуіне әсер ететін препараттар. Яғни, бұл жақта біз оны жалпы екі үлкен топқа жіктейтін боламыз. Біріншісінде, егер де бізде тромбоз түзіліп жатыр, и бізге қанды сұйылту керек болатын жағдай. Екіншісі, бізде керісінше қандар кетіп жатыр, бізге керісінше осындай гемосайтиктер керек болады. Одан кейін, ең бірінші, давайте тромбоздың алдын алу және емдеу үшін қолданатын заттарды қарап алайық. Яғни, тромбоз жағдайында қанды сұйылтатын заттар. Бұның өзін үш негізгі топтарға жіктейтін боламыз. Біріншісі антиагреганттар, екіншісі антикоагулянттар, үшіншісі тромболитикалық заттар. Жаңағы там сессияда там сұрақтар қойылады, тобын жаз деп сол кезде осы топтарды жазып, мысалы антиагрегантта сессияда келетін ол тек қана ацетилсалицил қышқылы. Ал антикоагулянттардан ол бізде гепарин және де варфариндер. Ал фибринолитикалық, яғни тромболитикалық заттар бұл бізде стрептокиназа менен альтеплаза. Яғни азамен аяқталатын болса, ол бұнда бізде тромболитикалық заттар, яғни тікелей тромбоз ыдыратады. Ал егер де индермен аяқталатын болса, онда ол бізде антикоагулянттар. Ал ацетилсалицил қышқылы ол единственный, яғни антиагрегант. Енді келесі қан кетуді тоқтатуын ықпал ететіндер. Яғни керісінше бізде қан көп сұйылып кеткен, бізге наоборот оны ұйылту керек. Сол үшін қанның ұйуын жоғалататын зат ол бізде викасол. Енді ең бірінші бізде осы қан ұйуын жоғалататын зат бұл бізде викасол. Былай айтқанда бұл бізде синтетикалық витамин К деп те айту мүмкін, себебі викасол ол жаңағы витамин К деп те айтсақ болады. Көрсетілім, яғни протромбинемия, яғни бізде протромбин жеткіліксіздігі кезінде, одан кейін К витаминінің тапшылығы кездерінде, одан кейін әртүрлі қан кету жағдайларында біз осы викасолды тағайындайтын боламыз. Бұда қандай фармакологиялық әсерлер бар? Бұл бізде протромбин деңгейін және қан ұю факторларын қалпына келтіреді. Одан кейін қан кету қаупі төмендейді. Байтқанда қан кетулерді тоқтатады. Енді бұның механизмі қандай? Бұл бізде К3 дәруменінің суда еритін аналогы бола отырып, ол организмге өзінің белсенді түріне, яғни К2 витаминіне айналады. Бұның барлығы бауырда жүреді. Одан кейін бауырда бұл активті витаминге айналғаннан кейін жаңағы бауырдағы синтезді ынталандырады. То есть не нәрсенің синтезін ынталандырады. Бұл жақта бізде бауырда қан ұю факторлары бар. Ол жаңағы 7-ші, 9-ші, 10-ші қан ұю факторларын синтезін арттырады. Одан кейін еще бізде протромбин бар. Бұл кейін тромбинге айналдырып, кейін жаңағы фибринді түзіп, тромбтың түзілуіне қатысатын болды. Сол үшін еще тромбтың жаңағы синтезіне қатысатын болды. Осылайша біз жаңағы иммуннан тромбтың түзілуіне әсер ететін субстраттарды түзіп алдық. Бұлардың қанда концентрациясы артты. Осының арқасында біз жаңағы қан кетулерді тоқтатып, керісінше қан ұюды арттыратын боламыз. Одан кейін
бізде көбінесе викасол мен транексам қышқылын бір-бірімен салыстыруға беру мүмкін. Себебі жүз препараттың ішінде осы екеуі ғана қанды ұйытатын заттар болып табылады. Енді викасолдың ең бірінші айырмашылықтарының бірі ол жаңағы именно бұл бізде активатор екен, яғни тромбтардың активаторы. Яғни жаңағы тромбтың түзілуіне керекті заттарды активтеп жатыр. Одан кейін бұның жанама әсерлерінің ерекшелігінің бірі гемолитикалық анемияға, одан кейін сарғаюларға алып келуі мүмкін. Одан кейін әрине енді бұл коагулянттарды арттырып жатқаннан кейін гиперкоагуляция, одан кейін тромбтарды түзіп жатқаннан кейін тромбоэмболияға алып келуі мүмкін. Қарсы көрсетілім тромбоэмболия, тромбоз, логично, иә. Енді ерекшелігі бұл бізде витамин екен, одан кейін гемолитикалық анемияларға алып келуі мүмкін, еще содан сарғаю алып келеді, одан кейін именно активатор. Қазір түсіндіремін не үшін бұны активатор деп айтқанымды. Одан кейін рецепт, мына жақта бізде сол, потом викасолий 1% 1 мл, кейін ампулада. И мына жақта по идее қалаған затымызды жаза алатын боламыз. Келесі, бізде транексам қышқылы бар. Бұл именно фибринолизге қарсы. Себебі фибринолиз процесі ол жаңағы бізде түзілген тромбтарды ыдырататын еді. Ал ол бізге керек емес. Одан кейін көбінесе транексам қышқылын именно акушерствода қолданып жатады. Сол үшін ситуациялық есептерде осы акушерлік деп келіп қалуы мүмкін. Көрсетілім, жалпы фибринолиздің жоғарылауын туындаған қан кетуді емдеу және алдын алу. Яғни фибринолиз егер бізде процесі өте артып жатса, онда біз транексам қышқылын береміз. Ал егерде бізде керісінше қан ұю факторларының жеткіліксіздігі дамып жатса, онда біз викасолды тағайындайтын боламыз. Сол үшін бізде викасол активатор, ал транексам былай айтқанда ол ингибитор, себебі фибринолиз процесін ингибирлеп жатыр. Фармакологиялық әсерлері. Фибринолитикалық белсенділіктің ингибиторы. Яғни фибринолиздің ингибиторы деп айтсақ болады. Екіншісі геморройлық жағдайларда қан жоғалтуды азайту, яғни қан ұюға алып келеді. Механизмдері. Плазмин мен плазминоген активаторлардың әсерін тежейді. Яғни бізде плазмин мен плазминоген түзіліп жатса, активатордың арқасында, онда ол фибринолизге алып келеді. Ал ол бізге керек емес, себебі керісінше біз қанды ұйытуымыз керек. Сол үшін біз осы плазмин мен плазминогенге синтезделуіне возможность беріп жатқан активаторды тежеп тастаймыз. Енді плазмин мен плазминогеннің активаторлары жоқ, значит, онда бізде фибринолиз процесі болмайды. Одан кейін дейді, фибрин ұйышығының ыдырауын болдырмайды дейді. Яғни жаңағы бізде процесс бар. Сол кезде тромбтың түзілуінде осыны ыдырауын болдырмауымыз керек. Себебі бізге керісінше ол фибрин керек болады тромбты түзу үшін. Және қан кетуді тоқтатады дейді. Логично, егерде процессор болса, онда бізде қан кету тоқтайды, себебі тромбтар түзіледі. Одан кейін плазминогеннің лизиндік орындармен қайтымды байланысады және оның фибринмен әрекеттесуін блоктайды дейді. Яғни плазминогенді байланысып алып, оның жаңағы фибринмен әрекеттесуін блоктап тастау арқылы бізде жаңағы фибринолиз процесі болмайтын болады. Одан кейін жанама әсерлері. Жүрек айну, құсу, бас айналу. Ерекшелігі тромбоз қаупінің жоғарылауы, аллергиялық реакциялар дейді. Көріп тұрғандай бізде ешқандай да анемиялық сарғыштанулар жоқ. И еще там жаңағы гемолиздер жоқ. Қарсы көрсетілім. Ауыр созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, белсенді тромбоз, гиперкоагуляция, жүктілік және бала емізу. Әсіресе бірінші триместр дейді. Былай айтқанда классика. Ерекшелік сарғыштану болмайды. Бүйректі қадағалауымыз керек, себебі көбінесе бүйрек отырып қалуы мүмкін. Одан кейін ингибитор. Яғни жаңағы фибринолизді тоқтатып жатыр. Енді келесі бұл бізде антикоагулянттар. Соның ішіндегі тікелей антикоагулянт ол бізде гепарин, ал тікелей емес антикоагулянт ол бізде варфарин. Енді бізде антикоагулянттардың ішінде осы 100 препараттың ішінде осы екеуі ғана кіреді. Осыған байланысты біз жаңағы қай кезде нені тағайындауымыз керек, соны ұстануымыз керек. Егерде бізде антикоагулянт, одан кейін какой-то бір жедел бір процесс болып жатса, онда біз міндетті түрде гепаринді береміз. Ал егерде бізде жаңағы антикоагулянт, одан кейін
ұзақ терапия қажет деп жатса, онда біз варфаринді береміз. Себебі варфарин ол баяу және ұзақ әсер ететін препарат, ал гепарин жылдам, бірақтан қысқа әсер ететін препарат болып табылады. Енді гепарин ол бізде тікелей антикоагулянт, табу жолы жедел көмекте қолданамыз, қан құрамындағы липидтерді азайталады. Осылай да беру мүмкін, қан құрамындағы липидтерді азайтатын әсері бар. Көрсетілім терен тамыр тромбозы дейді, өкпе эмболиясы, еще ДВ синдром. ДВ синдром туралы ешқандай препараттар жазылмаған, именно гепаринде жазылған. Сол үшін егерде науқаста ДВ синдром болып жатса, онда скорее всего осы гепаринде жазатын боламыз. Фармакологиялық әсерлері: қан ұйғыштарын алдын алу, одан кейін қан ұю процесін баяулату, одан кейін гиперкоагуляциялық жағдайларда антикоагулянттық әсер. Получается, бізде гепарин ол қанды сұйылтатын препарат болып табылады. Енді не айтуға болады? Бұның енді механизмін келейік. Бұл бізде антитромбин 3-ті белсендіреді, ал антитромбин 3 белсенетін болса, ол жаңағы тромбин және коагуляциялық факторларды ингибиторлейтін болады. Яғни бізде 2А, 9А, 10А, 11А, 12А деген қан ұю факторлары бар. Біз осыларды ингибиторлей аламыз. Именно антитромбин 3-ті активтеу арқылы. Одан кейін, егерде бізде мынау қан ұю факторлары ингибирленіп кетсе, онда бізде фибрин түзілмейді. Былай айтқанда протромбин тромбинге өте алмайды. Себебі өте алу үшін бізге осы факторлар жаңағы көмектесу керек еді. Бірақтан бұлар ингибирлеп кетті. Осының арқасында үшінші антитромбиді активтелеу арқылы біз жаңағы айттық бұны, тромбинді тікелей емес тежелуі дейді. Яғни бұлар еще жанама түрде 10-шы факторларға әсер ете алады. И соны тежей алады. Одан кейін еще бұлар эндотелийға әсер етеді. Одан кейін эндотелийға әсер еткеннен кейін эндотелий антикоагулянттық заттарды бөлетін болады. Осы жалпы 3 қызметі бар. Біріншісі әрине ол антитромбинді активтеу, екіншісі жанама әсер ретінде 10-шы факторды тежеу, үшінші эндотелийға әсер ету арқылы антикоагулянттық заттарды бөліп шығару. Одан кейін жанама әсерлері барлығы былай логикаға келетін заттар, былай сол тіндердегі гиперемия, тромбоцитопения и қан кету логично, себебі біз қанды сұйылтып жатырмыз. Енді қарсы көрсетілімдер тоже барлығы логично, особо ерекшелігі жоқ. Былай айтқанда, бұның еще рецепте келіп жатады. Егерде рецепте антикоагулянт десе, онда автоматты түрде гепаринді жазамыз, себебі басқа 100 препаратта рецепте кездесетін антикоагулянт жоқ. Solution, гепарини 5 мл, жақшаның ішінде наны жазатын боламыз и ампулада. Мына жақта қалаған затымызды жазсақ болады. Енді варфариннің не айырмашылығы бар? Получается, бізде жаңа айттық, варфарин ол бізде баяу, еще ұзақ әсер етеді, еще бұл бізде тікелей емес антикоагулянт. Не үшін біз бұны тікелей емес деп айтамыз? Егерде бізде жаңағы гепарин тікелей жаңағы қан ұю факторларын тежеп жататын болса, онда бізде варфарин ол жаңағы витамин К-ның активті күйіне апармау арқылы ғана барып, осы қан ұю факторларын тежейтін болады. Көріп тұрғанда тікелей емес болып тұр. Енді бұл қалай? Ең бірінші фармакологиялық әсерден кетейік. Қан ұюын төмендетеді, тромбозын және эмболияны алдын алу және емдеу үшін керек. Яғни профилактикасы ретінде тоже қолданылады екен. Механизмі: К витаминін эпоксид редуктазаны, просто К витаминінің редуктазасы деп те түсінсек болады. Осы редуктазаны тежеу арқылы бізде К витамині активсіз күйден активті күйге айналмайды. Солай ол активсіз күйде қалып қалатын болады. Ал енді бізде витамин К-ның жеткіліксіздігі дамитын болады. Ал егерде витамин К жеткіліксіз болатын болса, онда біздегі қан ұю факторлары, соның ішіндегі 2, 7, 9, 10-шы қан факторлары тежелетін болады. Себебі оның тупа синтезі болмайды. Одан кейін еще някта антикоагулянттық С мен С туралы айтып жатады. Бұлар былай айтқанда наоборот қанды былай айтқанда антикоагулянттық ақуыздардың синтезін басып тұр. Сонда біз керісінше
қанды ұюға алып келіп жатырмыз. Бірақтан тоже осы механизмі кітапта жазылған. Сол үшін осы механизм тоже жаттау керек болады. И осылайша жаңағы именно 2, 7, 9, 10 факторларды біз ингибиторлеу, яғни синтезін азайту арқылы біз жаңағы қан ұю процесін байлатып жатырмыз. Бұл жақта бізде жиі қан кетулер мен гематомалары болып жатады. Бұл енді логичный, себебі біз қанды сұйылтып тастадық. Ерекшілігі бұл жақта бізде анемия дамиды, онан кейін тері некрозы болады и пурпура дейді. Не үшін бізде анемия болып жатыр? Естеріңізде болсақ, егерде біз викасолды беретін болсақ, бұнда бізде анемия дамитын еді. Викасолда біз именно К витаминінің активсіз күйін беріп жатырмыз. Ал енді варфаринді берген кезде де бізде именно витамин К-нің активсіз күйі көбейетін болады. Сол үшін екеуінде де анемия бар деп солай логикалық тұрғыда жаттасақ болады. Қарсы көрсетілімдер белсенді қан кету дейді, яғни егерде жедел жағдай болып жататын болса, онда біз варфаринді тағайындамаймыз. Себебі бұның ешқандай көмегі жоқ. Именно жедел жағдайларда. Одан кейін белсенді қан кету дейді, қандағы патологиялық өзгерістер, қан кету қаупі жоғары дейді, гемофилия дейді. Былай айтқанда именно бұны біз тромбоз жағдайларында береміз, яғни керісінше біз қанды тоқтату керек болып жатыр. Ерекшеліктер дейді, артықшылықтары ұзақ мерзімді антикоагулянттық терапияда тиімді, ұзақ мерзімді жаттап алайық. Одан кейін бұл бізде жақсы зерттелген екен, кемшіліктері плацента арқылы өте алады. Ал жаңағы гепарин ол плацента арқылы өте алмайды. Сол үшін варфариннің минус жағы ол плацента арқылы өтіп, жаңағы екі қабат әйелдерге тағайындау опасный болып табылуы мүмкін. Келесі бұл бізде стрептокиназа және де алтеплаза. Бұлар жаңағы тромболитикалық заттар. Бұлай айтқанда тромболитикалық заттар дегеніміз бұлар тікелей тромбқа әсер ету арқылы қанды сұйылтатын болады. Сол үшін біз бұл препараттарды именно жедел көмектерде қолданатын боламыз. Яғни мысал ретінде миокард инфаркция болып жатқан кезде, яғни жаңа коронарный қан тамырда тромб тұрып қалды, немесе жаңағы тромбоэмболиялардың тромбоэмболия легочных артерий дейді, яғни өкпе қан тамырларындағы тромбтардың түзіліп қалуы. Осы кезінде біз бірден стрептокиназаны тағайындауымыз керек болады. Енді табу жолы дейді. Жедел миокард инфаркция дейді. Так, бұлар енді понятно. Бұлардың фармакологиялық әсерлері. Қан ұйғышығының лизисі қан тамырларының өткізгіштігінің қалпына келтіру дейді. Одан кейін механизмі. Ол плазминогенді белсендіреді. Плазминоген деген есімімізге алатын болсақ, бұл плазминогенді біз белсендіру арқылы біз фибринолизді арттыра аламыз, яғни тромбтың ыдырауына алып келе аламыз. Осылайша плазминогенді белсендіреміз. Бұл жаңағы тромбтың фибриннің лизисіне әкеледі, яғни фибринолизге алып келеді. Содан стрептококктың әлсіз антигені және иммундық реакция тудыруы мүмкін. Былай айтқанда біз стрептокиназаны жаңағы гемолитикалық бактериядан алып тұрмыз, яғни стрептококктан алып тұрмыз. Сол үшін жаңағы бізде стрептококктарға қарсы шабуыл ретінде иммунитеттеріміз қабынуға алып келулері мүмкін. Одан кейін стрептокиназда плазминоген кешенінің түзілуі, плазминның түзілуі тромбтың ыдырауына алып келеді. Енді логично. Егер плазмин түзілетін болса, онда фибринолиз процесі артатын болады, и солайша біз қанды сұйылтатын боламыз. Жиі қан кету және де аритмия. Ерекшілігі иммунологиялық реакциялар болады, яғни қызбалар, бөртпелер, еще жаңағы аллергиялық, яғни анафилаксия болуы мүмкін. Ал алтеплазада бұл ешқандай да бактериядан жасалмаған, соған байланысты бұл жақта ондай жаңа мәселелер болмайды. Сондай айырмашылығы бар. Қарсы көрсетілім. Енді бұлардың барлығы логичный заттар. Егерде жаңағы науқасты итакта қан кету болып жататын болса, онда біз барып қанды сұйылтпаймыз. Одан кейін геморроидалық диатез дейді, эрозиялар дейді, ойық жаралар дейді. Себебі ойық жараларда бізде қан кетіп жатады, и хирургиялық араласулар дейді. Енді бұның қандай артықшылықтары бар? Жедел тромбозды жағдайларда өте тиімді болып табылады. Кемшіліктері қан кету қаупі өте жоғары болып табылады. Стрептококктың шығу тегі болуы мүмкін, иммундық жауап. Келесі алтеплаза. Алтеплаза дәл осы стрептокиназа сияқты, бірақтан көріп тұрғандай бұл бізде ешқандай да бактерияның антигенін болмайды. Соған байланысты қабынуларға алып келмейді, ешқандай аллергияларға. То есть басқа да бір, енді аллергиялық реакция алып келуі мүмкін, именно жаңағы
антигеннен туындаған аллергиялар болмайды. Одан кейін алтеплазаны біз қалай ажыратамыз? Егер де біз екінші тапсырмада рецепт жаз және де бұл тромболитикалық зат деп тұрса, автоматом алтеплазаны жазамыз. Себебі жаңағы стрептокиназаға ешқандай рецепт жоқ. Онымен рецепті осындай болады. Қалған барлығы жаңағы стрептокиназамен ұқсас. Енді ең соңғы бұл бізде ацетилсалицил қышқылы. Ацетилсалицил қышқылы ол өте, былай айтқанда, кең спектрлі зат болып табылады. Себебі бұны біз жаңағы антиангинальды ретінде қолдана аламыз, қызбаны түсіру ретінде қолдана аламыз. Қабынуларға қарсы стероидті емес заттар, яғни қабынуға қарсы де тағайындаламыз. Так, мына жаққа еще қабынуға қарсы деп те жазсам болады. Қабынуға қарсы. Енді осының ацетилсалицил қышқылы келген кезде фармакологиялық әсерін біз толықтай жаза алуымыз керек. Бұл өте маңызды, көріп тұрғанда кең спектрлі екен. Ең бірінші біздің тақырыпқа байланысты антитромболитикалық әсер, екінші тромбоцистер агрегациясын төмендету әсері, енді келесісі ол жаңағы 12-ші апталарға байланысты, яғни антиангинальды, қызбаларға қарсы и қабынуға қарсы. Бұны енді қалай жасайды? Жаңағы тромбоцистердегі тромбоксан А2 синтезін төмендететін цок ферментін инактивациялайды. Яғни так, мына жақта кішкене конспектін дұрыстап жазып жібердім. Былай айтқанда более удобно болу үшін. Ең барысында бізде ацетилсалицил қышқылы, бізде циклооксигеназа деген фермент бар. Осы ферментті біз ацетилдеу арқылы біз цок 1-ді ингибирлеп тұрмыз. Ал біздегі цок ол жаңағы тромбоксан А2-ні активтейтін еді. Бірақтан енді бізде цок жоқ, соған байланысты енді бізде тромбоксан А2 синтезі төмендейді. Ал енді тромбоксан А2 синтезі төмендейтін болса, онда тромбоциттердің агрегациясы тежеледі және қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Осылайша біз жаңа қанды сұйылтып тұрмыз. Одан кейін еще біз жаңағы цок 1-ді тежеу арқылы біз жаңағы простагландиндердің түзілуінен тоқтатып тұрмыз. Соған байланысты, егерде простагландин болмайтын болса, онда жаңағы температура орталығына ешқандай да медиатор бармайды. Содан байланысты біз температураның көтерілуі азаятын болады. Одан кейін қабынуға да байланысты осы простагландиндердің синтезін азайту арқылы жүзеге асатын болады. Ал жаңағы антиангинальды қызмет қалай жүзеге асып жатыр деген келетін болсақ, біз мына жақтағы тромбоциттердің санын азайту арқылы, еще вроде кальцийлардың санын азайту арқылы, то есть тромбоздардың санын азайту арқылы қанның ОПС-ін төмендеттік. Одан кейін қан тамырының ОПС-ін төмендету арқылы ол жақта ешқандай кедергі жоқ. Соған байланысты миокард қабатына оттегінің баруы жақсаратын болады. Бұл жақта бізде жаңа мәселелері гастриттерге алып келеді. Көбінесе осы бауырдың зақымдалуы деп жатса, онан кейін қанды ұйылтатын зат деп жатса, онда бірден ацетилсалицил қышқылын жазатын боламыз. Одан кейін бұл бізде ешқандай да жедел әсер ете алмайды. Просто как профилактика ретінде қолданамыз. Көріп тұрғандай алдын алу үшін қолданатын боламыз. Одан кейін жаңағы гастриттер алып келуі мүмкін, одан кейін диспепсия, жүрек айну и жаңағы асқазан ішек жолдарында қан кетуі мүмкін, и аллергиялық реакциялар. Одан кейін кішкентай балаларда осы Рей синдромы дамитын болады. Егер де Рей синдромы дейтін болса, сразу ацетилсалицил қышқылын, яғни аспиринді жазатын боламыз. Одан кейін активті қан кетулер болуы мүмкін, қарсы көрсетілген, это понятно и так. Одан кейін жаңағы ацетилсалицил қышқылы рецепте бар, только что егер де екінші тапсырмада келіп тұрса, онда осы ацетилсалицил қышқылын жазатын боламыз. Одан кейін егер де тобын ұмытып қалған болатын болсаңыздар, бұл бізде тромбоциттердің агрегациясын азайтатын заттардың ішіне кіреді. Енді одан кейін аскорбин қышқылы бар. Бұл да бізде витамин. Енді аскорбин қышқылының қандай механизмі? Бұл барып именно темірдің 3 валентін 2 валенттіге айналдыратын болады. Осылайша біз жаңағы айттық, именно 2 валентті бізде сіңіріледі деп, осылайша біз темірді сіңіріп отырамыз.
жаңағы иммуноферрумлекпенен тотыққан темір сульфатының ол жақта именно бұлар как темірдің көзі болып тұр, ал аскорбин қышқылы бұл былай айтқанда темірдің көзі емес, бірақтан темірдің 3 валентін 2 валенттіге айналдырады. Сол үшін аскорбин қышқылын берген кезде міндетті түрде темірдің де көзі болу керек. Одан кейін мынандай нәрсені түсіндіріп кетейін. Мысалы, қазақтардың көбісі етті көп жейді. Бұл етті көп жеген ол жақсы, себебі по логике қазақтар енді темір тапшылықты анемияның ауырмауы керек. Бірақтан қазақтар тағы да шай ішкенді ұнатады. Яғни темірді жейді, ол 3 валентті болып түседі. Одан кейін, то есть 2 валентті 3 валентті болып түседі. Одан кейін жаңағы артынан шай ішеді. Ол шай барып темірдің 2 валенттіге ауысуын немесе 3 валенттіге айналдырып жүретін болады. Осылайша қазақтарда темір тапшылықты анемия көп болады. Надеюсь, именно темірдің 2 валентті болатынын түсінікті болды, және де оның маңызын түсіндік деп ойлаймын. Енді келесі гиперхромды анемияға дайындалатын дәрілерді қарайды. Бұл бізде бірінші цинкобаламин, екіншісі фоль қышқылы. Жалпы бұлар көріп тұрғандай ДНК-ның синтезіне және амин қышқылдарының алмасуына қатысатын болады. Осылайша эритропоэзді ынталандырып отырады. Вроде все логично. Себебі бізде көбею кезінде біз білеміз, жаңағы хромосомалар 2-ге ажырап, олардың саны 2 есе көбею керек, а бұған бізге әрине ДНК керек. Және де ДНК керек кезде оның алмасуы да өте маңызды болады. Енді мынақта эпоэтин альфа. Көріп тұрғандай, бұл именно гипохромды анемияның созылмалы түрінде керек болады. Енді мынақта механизмін оқып алайық. Сүйек кемігіндегі эритроциттердің жақта ізашарлары деп түсінек, көбеюін және дифференциалысын ынталандыратын, эритроциттердің түзілуін және қандағы гемоглобин деңгейін арттыратын рекомбинатты эритропоэтині. Енді былай айтқанда эпоэтин альфа деген ол эритропоэтин. Енді тағы да физиологияны еске алуымыз керек. Допустим, бізде темір жеткілікті, ДНК жеткілікті. Бірақтан, егер де біздің анау бауырымызда эритропоэтиндер түзілмейтін болса, онда адамды анемия дами береді. Себебі именно ең басында осы эритропоэтин барып сүйектің қызыл кемігіне сигнал беретін зат болып табылады. Яғни эритропоэтин бауырда синтезделеді, қан ағысына түседі, жаңағы қанның түзуші мүшелеріне барып, хоп-хоп, бізге то есть эритроцит өте қатты керек болып жатыр, давай синтезе дейді. Онан кейін сүйек қызыл кемік алады да, ладно дейді, барып соны синтездейтін болады. Сол үшін эритропоэтинде де біз былай айтқанда эпоэтин альфа осылайша эритропоэтиннің көзі болып табылады. Ал мынақта кейбіреулер түсінбеуі мүмкін, типа рекомбинатты деген ол не деген сияқты. Бұл былай айтқанда әртүрлі гендерді алып, бір-бірін араластырып, осында эритропоэтинді синтездей алған. Одан кейін келесі біз лейкопоэзға әсер ететін дәрілерді өтетін боламыз. И ең соңында бүкіл дәрілердің побочный эффектілерін айтып шығатын боламыз. Енді мына жақта лейкопоэзді ынталандыратын және де тежейтін дәрілер. Бұлар методичкада берілмеген бұл дәрілер. Бірақтан енді классификацияны айтқаннан кейін кішкене қандай принциппен әсер ететінін айтып кетейік. Жалпы бұлар стимуляторлар болып табылады. Яғни жаңағы біздің ағзамызға түседі, одан кейін бұлар барып көбінесе сүйектің қызыл кемігіне барып стимулдайды. Одан кейін бұлардың сол сүйектің қызыл кемігінде иммундық жасушалардың изошарлары түзіледі. Одан кейін ол изошарлары перифериялық қанға өтіп, жаңағы көк бауырға, одан кейін
лимфа түйіндеріне тимусқа барып, олар созревать ететін болады. Яғни бұл бізде қандайлар? Бұлар бізде нейтрофилдер болуы мүмкін, макрофагтар болуы мүмкін, одан кейін эзинофилдер болуы мүмкін и так далее. Мысал ретінде, мына жақта олардың аттары берілген. Пентаксил дейді, натрий нуклеинаты, молграмастин, одан кейін филграстим дейді. Мысалы, филграстим именно нейтрофилдердің санын артуына алып келеді. Молграмастим бұл бізде амбивапты болады. Яғни бұл жаңа эзинофилдің де, нейтрофилдің де, макрофагтың да, тіпті эритроциттердің де синтезделуіне стимулдаушы болып табылады. Ал лейкопоэзді тежейтіндер бұлар енді керісінше. Енді давайте тромб түзілуіне әсер ететін заттарды айтайық. Қазір мен мына жақта топтарды түсіндірген кезде олардан механизмдерін түсіндіріп отыратын боламын. Сол кезде барлығы түсінікті болады. Енді бұлардың жіктелуін түсініп алайық. Тромб түзілуіне әсер ететін заттар олар екіге бөлінеді. Бірінші, тромбоздың алдын алу және емдеу үшін қолданатын. Екінші, қан кетуді тоқтатуға ықпал ететін заттар, гемостатиктер. Тромбоздың алдын алу және емдеу үшін қолданатын заттардың өздері үшке бөлінеді. Бірінші, тромбоциттердің агрегациясын азайтатын заттар. Екінші, қанның ұюын төмендететін заттар. Үшінші, бұл бізде тромболитикалық заттар. Енді не айтып кетейін? Тромбоциттердің агрегациясы деген ұмытып қалған адамдар болуы мүмкін. Жалпы былай тромбоциттер бір-біріне жабысады, именно кальций несі арқылы, кальций ионы арқылы. И осындай бір ұйынды түседі. Получается, бірінші топтар осы бір-біріне жабыспауына әсер ететін болады. Антиагреганттар. Онан кейін екіншісі антикоагулянттар. Бізде мынандай коагуляция процесі үш түрі бар. Бірінші ішкі, сыртқы и жалпы деген. Бұны қазір механизмде барлық түсінікті болады. Үшінші тромболитикалық заттар. Бұл уже сол тромбтың түзілуіне қарсы болатын заттар. Одан кейін гемостатиктер. Бұлардың өзі екі топқа бөлінеді. Қанның ұюын жоғарлатады. Одан кейін фибринолизге қарсы заттар. Фибринолиз деген процесс ұмытуы мүмкін адамдар. Мынау бізде тромбоз болғаннан кейін, мынандай тромб түзілгеннен кейін, мына жақта былай тромбты салайық. Мынандай қанның просветі, мына жақта эпителий зақымдалған, осылай бізде мынандай тромб түзіледі. Осы тромбты бізде мынандай фибринолиз процесімен мынау біз тромбтың мөлшерін кішірейтетін боламыз. Жалпы осы процесске қарсы болады. Енді давайте антиагреганттардың механизмін түсіндірейік. Енді мына жақта біз қарайық. Бұл жақта біз именно антиагреганттардың механизмін түсіндіретін боламын. Мына жақта мен схеманы сызып қойдым. Енді осы схемаға қарайық. Негізінде эндотелий зақымдалмай тұрған кезде, сау кезінде, бұлар біздегі простациклин менен эноны бөлу арқылы бұлар тромбоциттердің түзілмеуіне әкеліп тұрады. Ал егерде эндотелий зақымдалатын болса, онда бізде мына жақта оның құрамында коллаген бар, одан кейін Виллибрант факторы бар. Осы Виллибрант факторы активтеніп, тромбоциттердің активтенуіне алып келетін болады. Одан бөлек тағы да бізде қосымша жолдармен әсер ететін тіндік фактор бар. Бұл тіндік фактор тромбиннің активтенуіне алып келеді. Мүмкін тромбин, мына жақта пар-1 деген рецептор бар. Осы пар-1 арқылы бұл тромбоциттерді активтейтін болады. Бұларды қазір толықтай түсінеміз, дәрілерді берген кезде. Енді бұл жақта бізде әрине тромбоцит соған қарап бірден активтене салмайды. Бұл жақта бізде әртүрлі биохимиялық процестер жүруі керек. Ол бізде қандай процестер? Мынау эндотелий зақымдалған кезде, оның ЭПТ-да көптеген кальцийлер бөлініп шығады. Бұл кальцийлер келіп, АДФ-тің синтезін арттырады. Одан кейін осы АДФ кейін мынау тромбоциттің активтенуіне әсер ететін болады. Одан бөлек, мына жақта бізде ЦОК1 деген
не бар, фермент бар. Осы фермент арахидон қышқылынан тромбоксан А2 деген түзілісті түзу керек. Осы тромбоксан А2 ол барып тромбоциттердің активтенуіне әсер етеді. Именно не арқылы? P2 Y12 ферменті арқылы. Мына P2 Y12. Одан кейін әрі қарай тромбоцит активтенген кейін ол басқа да тромбоциттерді активтендіру керек. Сол үшін бұл бізде тромбоксан А2, одан кейін АДФТ-лерді түзіп, басқа да тромбоциттердің активтенуіне алып келеді. Одан кейін барлық тромбоциттер активтенген кейін бұлар бізде бір-бірімен жабысып тромбоциттің агрегациясын алып келу керек. Ол үшін олар не істейді? Олар бізде алып фибриногенді фибринге айналдырады. Осылайша тромбоциттердің бір-бірімен жабысуы жүреді. Енді біз айтып тұрмыз именно антиагрегат деп. Бізге бұл процесстің жүргені керек емес. Сол үшін ең бірінші біз не істейміз? Мысалы, бізде аспирин деген препарат бар. Немесе бұны ацетилсалицил қышқыл деп айтады. Бұлар барып ЦОК1 деген ферментті блокировать етіп тастайды. Одан кейін жақта арахидон қышқылы тромбоксан А2-ге айналмай қалады и, соответственно, тромбоцит активтенбей қалады. Содан біз үйіндідан қорғап тұрмыз, қанның үйуынан. Одан кейін екіншісі P2 Y12 рецепторды түсіретін, то есть рецептордың белсенділігін төмендететін бар. Яғни бұл жақта не болады? Тупо тромбоксан А2 түзілгенмен ол рецепторға әсер ете алмай, тромбоциттің активтенуіне әкеле алмайды. Бұл бізде қандай препарат? Клопидогрел деген препарат бар. Одан кейін PAR1 деген рецептор бар. PAR1 рецептор, бұлар бізде тромбиндің ыдыратып, одан кейін ол жақта тромбин түсірілмейтін болса, онда бізде тромбоциттер активтене алмайды. Нақта бізде көріп тұрмыз тромбинді былай айтқанда өшіріп тастайтын болады. Одан кейін 2B3A деген бар. Яғни бұл факторлар, осы факторларға қарсы шығып, тромбоциттің агрегациясын өшіріп тастайды. Себебі осы факторлар бізде тромбоциттің агрегациясына қатысқан еді. Жалпы антиагреганттардың механизмі осы. Енді мына жақта антикоагулянттар бар. Мына олардың аттары жазылып тұр. Енді солардың механизмін түсіндіретін боламын. Енді мына жақта біз антикоагулянттарды қарайық. Бізде жаңа айтып кеттім, коагуляция процесінің бізде мына жақта 3 түрі бар. Мына жақта бізде внешний путь дейді, ішкі жол, одан кейін внутренний путь, то есть сыртқы жол, одан кейін внутренний путь дейді, бұл бізде ішкі жол. Одан кейін ең соңында мына жақта бізде 10-шы фактор түзіледі. Осы жақтан бастап жалпы бұлардың түрі басталып кетеді. Енді бізге не нәрсе айту керек? Ең бірінші бізде мынандай гепарин деген препарат бар. Гепарин ол бізде антитромбин 3-тің өте көптеген түрлерін активтенуіне алып келеді. Онан кейін осы екеуі бірге қосылып комплекс түзіп, бұлар бізде тікелей тромбиндерге әсер ететін болады. Соларға қарсы шығады. Онан кейін 10-шы факторға әсер ететін болады. Одан кейін тағы да бізде қандай дәрілер бар? Одан кейін ривароксабан деген бар. Бұл бізде тек қана 10-шы ғана факторға әсер ететін болады. Одан кейін дабигатран деген бар. Бұл бізде тек қана тромбинге, яғни 2А деген факторға әсер ететін болады. Одан кейін бізде тікелей емес әсер ететін варфарин деген препарат бар. Бұл енді қалай? Бұл бізде ең бірінші витамин К-ны еске алуымыз керек. Витамин К, бұл бізде тамақ арқылы түседі. Одан кейін біздің тоқ ішегімізде синтезделетін препараттардың бірі болып табылады. Витамин К ол синтезделгеннен кейін жаңағы бауырға өтеді. Онан кейін бауырда жаңағы коагуляция процесіне қатысатын белоктардың синтезіне қатысады. Одан кейін антикоагулянттарға да қатысады. Бірақтан бізге именно варфарин деген препаратты берген кезде бұл витамин К-ның редуктаза деген ферментін бәсеңдетіп тастайды.
редуктаза бәсеңдегеннен кейін біздегі мынау 7-ші фактор, одан кейін мына жақта 10-шы фактор, одан кейін тағы да 3-ші фактор деген сияқты факторларды өшіріп тастап, то есть синтезделмеуіне алып келеді. Одан кейін бұл факторлар азайғаннан кейін енді логично бізде мынау қан ұйымайтын болады. Мен қазір мына жақта қай фактор қайсыны активтендіретінін айтып отқан жоқпын, себебі мынау схемадан өздеріңіз көре алатын боласыздар. Одан кейін мына жақта бізде стрептокиназа мен алтеплаза деген препараттар бар. Бұлардың механизмін салып отыру мен ойымша маңызды емес. Жалпы бұлардың механизмі плазминогеннің плазминге айналуын белсендіретін болады. Ол ұйыған фибринді бұзады дейді. Яғни ұйығыштың еруіне ықпал ететін болады бұл препараттар. Одан кейін жақта бізде қанның ұйуын жоғарлататын заттар, одан кейін олардың аттары жазылып тұр. Одан кейін фибринолизге қарсы заттар. Бұлардың схемасын сыз отырудың мен ойымша қажеті жоқ. Мысалы мына жақта тромбин біз білеміз жаңағы неге қатысады. Мына жақта қарайық. Фибриногеннің фибринге айналуын белсендіретін болады. Ал фибриноген сол енді фибринге айналатын болады. Одан кейін гемостатикалық губка ол бізде қанның ұйуын белсендіретін болады. Капрамин тромбоциттердің агрегациясын күшейтеді. Жаңа біз айттық тромбоциттің агрегациясын екенін. Потом этамсилат бұлар бізде тромбоциттердің түзілуін ынталандырады. Одан кейін бұлардың адгезиясын арттырады. Яғни адгезия деген не? Бізде былай мына жақта қан осылай бұзылды. Мына бұзылған жер, немесе жыртылды дейік. Осы тромбоциттің ең бірінші кеп былай жабысуын, бұл бізде адгезия деп айтылады. Одан кейін транексам қышқылы бар. Жалпы бұлардың барлығы көп. То есть конспектіге қалдырып кететін боламын. Особо бұлай қиындықтары жоқ. Жалпы тақырып осы, негізінде көбінесе жаттау керек болады. Одан кейін осы жіктелулерін ешқашан ұмытпау керек.